Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Түркістан облысының Адами әлеуметті дамыту басқармасы, Ануар Асималов атындағы кәсіптік колледжі. Бүгінгі сурет пәнінен өтетін тақырыбымыз адам тұлғасын бейнелеу. Сабақтың мақсатын түсіндіре кететін болсақ, бірінші, адам анатомиясы туралы түсінік беру, адам тұлғасының құрылымын көрсетіп, студенттерді салауатты сурет салуға үйрету. Екінші, сурет салудың заңдылықтарын меңгеру арқылы адам пропорциясын, пішінін дұрыс салу жолдарын үйрету. Студенттерді көзбен елестете біліп, дұрыс бейнелей білуге баулу. Көлеңке мен жарықты салауатты бейнелеуге үйрету. Өнер түсінігін қалыптастыру. Атақты суретшілердің туындылармен таныстыру. Үшінші, ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелей келе эстетикалық тәрбие беру. Жаңа тақырыпты түсіндіре кететін болсақ, бүгінгі сабақта адам анатомиясымен танысып, адам тұлғасын бейнелейтін өлшем бірліктерін қолдана отырып, адам тұлғасын бейнелеуді үйренеміз. Сондықтан да жаңа тақырыпты мұқият тыңдап қатысып отырайық. Портрет өздерің білетіндей бейнелеу өнерінің бір жанры болып табылады. Портрет французша бейнелеу белгілі бір адамның көркем бейнесі деген ұғымды білдіреді. Портрет салтанатты, керамикалық және тек адамның басын ғана бейнелейтін автопортреттер болып бөлінеді. Көбінесе суретшілер адамды алдынан бейнелейді. Мұндай бейнелеу анфас деп аталады. Адам тұлғасын бейнелеу үшін оның скелетімен танысқан жөн. Адам скелеті негізінен 3 бөлікке бөлінеді. Олар бас сүйегі, кеуде бөлігі және қол-аяқ сүйектері. Адам скелетінің негізгі тірегі омыртқа деңгейі 3 бөлікке бөлінеді. Мойын, кеуде, бел омыртқалар. Адам тұлғасын салауының пропорциясын белгілейтін өлшем бірліктері адам басымен өлшенеді. Мөлшермен 8 бөлікке бөлінеді. Адам бойына байланысты 7 немесе 7-5 бөлікке бөлінеді. Бас пен кеуде қосындысы адам бойының жартысы болып табылады. Суреттің қағазға орналасуын, композициялық құрылымын долбы сызықтармен шешкеннен кейін кейіпкердің тұлғасын тұрғызуға көшеміз. Сурет салу кезінде үлкен бөлшектерге пропорциялық қатынастарды анықтай отырып, адам денесінің мөлшерлерін анықтауға көшеміз. Адам суретінің жарық пен көлеңкесін анықтаймыз. Адам тұлғасын мұқият қарап болсақ, бастан табанға дейінгі аралықта жарық біртіндеп жойылып, көлеңке ұсынылады. Бейнелейтін заттардың көлемін күрделене қарай 3-4 немесе одан да көп кезеңдерден тұратынын білеміз. Ал енді тапсырмаларды орындаймыз. Қағаз бетіне композицияның анықтап аламыз. Студенттерге қағаз бетіне салу үйлесімділігіне мысалдар келтіреміз. Екінші, студенттер адам денесінің формасы мен пропорциясын анықтап, скелет сүйектерін ойша байланыстырып отыру керек. Атақты суретшілердің туындыларын мысалға келтіру. Мысалы, итальяндық ұлы суретші Леонардо да Винчи, әлемге әйгілі Жакотта, неміс суретшісі Альбрехт Дюрердің 13 жасында салған автопортреті адам дене құрылысын бейнелеуге үйретті. Пабло Пикассоның мына суретінде анасы баласының қандай мейіріммен құшақтап отыр. Қазақтың ұлы суретшісі Әбілхан Қастеев ана образын дәл бейнелеген. Адам тұлғасына түскен жарық пен көлеңкенің алып жатқан орындарын анықтап, олардың шекараларын белгілейміз. Затты штрихтауды меншікті көлеңкеден бастаған жөн. Меншікті көлеңке дегеніміз заттың сәуле түспеген бетіне пайда болған көлеңке. Жарық деп табиғи сәуле мен жасанды жарық түскен бетті айтамыз. Түспе көлеңке дегеніміз нақты бейнелейтін тұлғаның бетіне түскен көлеңке. Жартылай көлеңке дегеніміз меншікті көлеңке мен жарықтың араласа пайда болған көлеңке. Адам тұлғасын жарық пен көлеңкесін штрихтау арқылы олардың пішін көлемімен шығарамыз. Штрихтың қоюлығы мен жиілігі бағыттың әсерінен неден материалдан істелінгені мен оның бетінің өзінен тән ерекшелігін көрсеткендей болуы керек екенін ерекше айтамыз. Сабақты қорытындылай отыратын болсақ, үйге тапсырма берейін. Қозғалыстағы адам тұлғасын долбырын салу. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.